بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah'tan jardam so'ray o'tirib, bugun tafsir sababimizni boshlaymiz. Biz o'tganda Quraysh surasining tafsirini Allah'tan jardamidan bitirgan edik. Bugun Allah'tan jardam so'ray o'tirib, o'sha Fil surasining tafsirini bir qarab o'tishimiz. Fil surasi shimenda ko'pligan musulmonlar buning o'qiyasini biladi. O'zi bir ulkan qissaga baylanishda o'qib keladi. Bunda ulkan bir ma'nolar bo'yina qamtiydi. Bu Fil surasini o'qigandan keyin odam bolasining shimenda o'z qulishlarni ixtiyorda bo'lu degan siyoqda, onun içinde de tavhid, bular o'tganda sabit aytdik-ku. Tavhid aytilmaydigan sura yo'q. Yaxshilab qarasa, бүкіл surada tavhid turatini biz ko'ramiz. Ya'ni bir gana Alloh taolo qo'shib istev kerakligini tushuntiradigan ilm. O'sha yerda Alloh taoloning bir janobi sol Fil surasini hozir bir aytib o'tamizda, odan keyin uning janobi ne turali, qanday voqea turali aytiladi, biz qissasini kişilerim esimizge alıp ötemiz başlamız. Onun kıssası bir mucize şimdinde. Allah'ın kudretini gösterdiğin o tek kana Müslümanlarımız, Müslüman emeslerin özünün kezinde kata tanıldırgan, әлемге дейін Müslümanlar ол нәрсені ұмытқан жоқ. Әлемге дейін сол Allah'ın үйінің құрметіне деген жаңағы Allah'ın осы оқиғаға белгісін көрсеткенін көптеген Müslümanдар біледі. Енді сүрede әлем тара кайфа фа'ала раббука би асхабил фил, көрмейсің ба, білмедің ба, senin Rabbinin pilegelerine ne isteygenin dep keledi. Alem yec'al kaydahum fi tadlil, onların barşa aylasın, jana pilegelerini Ka'bani qurtamiz degen aylasın, adastırууга, jokka chiqarib jibirdi, jaramsiz etip qo'ydi. Va arsala alayhim tayran ababil, sol pilegelerini, sol jana Ka'bani qurtamiz deb kelgan Abrahamni nesib kelgan askerlerge Alloh taolo ababil qustarni jiberdi, top-top qilib, tarmihim bi hijaratin min sijil, olarga sonday laqtırатын еді, bir жаңағындай айтқанда тас деп айтсақ болады, бірақтан кесектен жасалған, қайнатылған, кейбірде жаханнамның келген тас деген риуаяттар да бар. Соны лақтыратын фажаалахум каасфин маъкул, оларды жаңа әскерді тура бір топанға айналдырып жіберді, желінген жапырақтай қылып тастады дейді. Бұл жалпы сүренің айтатыны. Енді сол сүреге тоқталып өтейік. Білмейсің бе Аллах Тааланың піл егелеріне не істегенін дейді. Бұл пілдей отқанымыз кезінде бір Абраха деген кісі өзінің сол пілдеріменен жаңағы ішінде үлкен бір піл болады, оның аты Махмуд деп аталған екен, сол пілмен келіп Кағбаны бұзуға келген. Оның оқиғасы былайынан басталады. Бұл жаңағы Йеменде патшалық құрған эфиопиялық Нажаши дегеніміз сол кездің патшаларының титулы. Біз мысалға бір жерде президент дейді ғой, енді елбасын. Президент деген сияқты сол кездегі атау. Нажаши деген аты емес еді, яғни Эфиопияның президентін сол кезде Нажаши деп қоятын. Пайғамбарымыз кезінде мұсылманшылықты қабылдаған Нажашидің оның өз шын аты негізі Асхама. Асхама деген кісі болған. Біз бірақ оны көбінесе сирада Нажаши деп танимыз. Енді сол ілгеріректе болған осы Эфиопияның патшаның қол астында жаңағы осы Абраха деген оның да өзінің патшалығы болды. Йеменде патшалық қылатын еді. Сонымен жаңағы Эфиопияның патшасынан Нажашиге жағу үшін сол Йеменнен өзі христиан дінстаным деп есептейтін Йеменнен үлкен бір шіркеу соғады. Өте биік қарғын адам, өте таңғалатын болатын еді. Кейбіреулер хабар айтады, тіпті оның төбесіне қарайын десең, басындағы бас киімің түсіп қалатын еді деп сондай биік қылып соғады. Оны соғудағы мақсаты өзінің бір жаман зымиян мақсаты болады. Өйткені Алланың үйі Қағба, жаңағы Байтулла ілгерден ол жерге Аллах Таала мұсылмандар, яғни Аллахты дуа қылушылар, Аллахтан жәрдем сұраушылар сол жерге құлшылық жасайтын, келіп кететін. Жаңағы Абраха болатын болса, екі мақсатпен бұны істейді. Бірінші, Эфиопияның патшасына жағыну үшін. Енді ол христиандар мен үлкен бір шіркеу соғам, сен үшін соғам деген сияқты, сенің атыңа арнап соғам деп соғады. Екіншісі, сол қызғаныштан, анау Қағбаға кететін адамдарды мен осы жерге келтіремін. Қағбадан көрі әдейі соғам, Қағбадан көрі мықты қылып соғылам. Сөйтіп қажылыққа баратын, қажылық осы жерге жасалады. Осы мен Йеменде соққан шіркеуімде жасалады деген ойынан соққан болатын. Сөйтіп сол шіркеуді соғады. Сөйтіп жаңағы кейін ойын асу, оны жаңағы Нажашиге, сол Эфиопияның патшасына арнайды.
сөйтіп оған бір сыйлығым деген сияқты ұрып соғады, сенің атағың үшін соқтым, сен үшін соқтым деп. Кейін және де ол даңдайсып бұл жерге бұның қасиетін Меккеден де артық қылам, Меккеге баратын қажылардың бетін, сапарын осы жаққа бұрам деген сөз таратады. Сонда меккелік жаңағы сауда саттықтың кезі арабтар бұны естіп қалады да, жаңағы бір араб келіп, түн ортасында білдіртпей соның ішіне кіріп, үлкен дәретке отырып кеткен екен. Шіркеуіне үлкен дәретке отырып, онымен қоймай, қабырғаларын әдемілеп тұрып, краскілеген ғой. Сосын ертесіне Абраха бұл хабар Абраха жетеді, Абраха қатты ашуланады. Кім істеді бұны? Хабарын біліңдер, табыңдар дейді. Сонда айтады, бұны сол сіздің әңгімеңізден қараған кезде сол меккелік арабтар істеген болу керек дейді. Әйтпесе Йеменде де арабтар ғой, христиан. Сол меккелік арабтар қызғаныштан содан істеген болу керек дейді. Сол кезде ол ашуланып, ондай болатын болса, мен сол Қағбаны кәдімгі біртіндеп тасын, кірпішін біртіндеп талқандап отырып бұзам дейді. Сөйтіп соған жорыққа аттанады. Өзімен бірге бірнеше піл алып кетеді. 13 піл болған дейді. Соның біреусі осы үлкен Махмуд деген піл деп аталады. Ол піл жаңағы Нажашидің пілі еді дейді. Содан сұрап алады. Маған беріңіз, мен оны талқандайын. Енді өте ерекше үлкен дәу піл болған, көрген адам қайран қалады. Өзі жануарлар ішіндегі үлкені піл ғой, білесіздер, түйеден кейінгі үлкені піл болып келеді. Енді пілді сіздерге сипаттап жатудың қажеті жоқ. Қазір сондай заман, бәрі біледі, бірақ ол піл көбінесе жылы жерлерде өмір сүретін болған, Индия сияқты, Африка сияқты суық жерлерде онша көрмейтін, бірақтан қазір кезде зоопарк деген нәрсе шықты, алып кеп барып көре берсең болады. Сол жаңағы пілді алып бірнеше, сосын жаңағы Эфиопияның патшасының пілін сұрап алып, сонымен жаңағы Қағбаны бұзуға әскер жинап аттанады. Әскер жинап аттаған кезде, енді оның ойы жаңағы пілдер енді үлкен болады, алып болады, оларда күші өте көп болады, сол кездің танк сияқты, трактор сияқты нәрселер ғой. Одан кейін әскерге шыққан кезде Индиядалар сондай соғыс болатын, тіпті бір пілдің үстіне 6-7 адам мініп алып та соғыса беретін кездер болған еді. Қай әскерде піл болатын болса, ол бір күшті әскер сияқты есептелінетін. Осы пілдерді алып Қағбаны бұзуға келеді. Сондағы ойы жаңағы пілдерге арқандарды байлап, оны Қағбаның дуалына байлап, сөйтіп пілдермен тартқызып, Қағбасын дуалдарын құлатып, сөйтіп кірпішін бәрін талқандап тастаймын деген ой еді. Кейбіріне де соның кірпіштерін жаңағы Йеменге алып кетіп, өзінің шіркеуіне құрып тастамақшы болды деген пікірлер де бар. Сөйтіп осы пілдің бәрін алып, оған кейбір жаңағы Меккенің қасиеттілігін құрмет тұтатын кейбір арабтар оған қарсы тұрмақшы болып соғысып көреді, бірақ Абраханың әскері өте күшті болады. Жолда өзімен қарсы шыққандарды жеңіп отырады. Адамдарын тұтқынға алып кете береді. Сол ойда ол Таифқа дейін жетеді. Таифтың адамдары оған қарсы шығуға дәрмендері болмайды. Таифқа жеткеннен кейін Таиф деген Меккеге жақын жер, енді шамамен біздің өлшеммен алсақ, шамамен бір 70 километр болатын жер. Сонда бір 70 километр жақындап қалады Меккеге. Сол жерден Таифтан жаңағы жол көрсетуші ретінде, өйткені білесіздер, Меккенің жері таулы жер. Ол жерде жол көрсететін адам болмаса, қай сайға, қай қырға шығып кеткеніңді білмей қаласың. Жазық жерде былай көретін шығарсың, алыс жақында, бірақ таулы жерде білмей қаласың. Сондықтан жаңағы жол көрсетуші алып келеді. Сөйтіп бұл түн ортасында Мұғаммис деген жер бар, сол жерге түнейді. Сөйтіп ертесінде күн шыққаннан бастап, ертеден бастап Қағбаны бұзам деген оймен болады. Сол кезде Абраха енді өзі үлкен тағына отырып алып, бір пілдің үстіне өзі отырып келген ғой. Сол барып Меккенің ішіне құрметті деген адамдардың біреуін алып келіңдер, сөйлесейін дейді. Жеткен кезінде өзінің әскерлеріне бұйырып, сол жердегі арабтардың малдарын, түйелерін, солардың бәрін бұлар барымталап алады. Соның ішінде пайғамбарымыздың атасы Абдул-Муталибтің 200-ге жуық түйесі бар еді, оны барымталап алған екен өзіне. Кейін Абраха айтады, барыңдарда Меккен адамдардың ішінен ең құрметтісін, ең былай айтқанда беделді біреусін алып келіңдер, сонымен сөйлесейін дейді. Нелер екен деген. Өйткені оларға барып жеткізіңдер. Менің мақсатым Меккен адамдарды өлтіру емес, менің мақсатым Қағбаны бұзу дейді. Сосын бұлар келіп Абдул-Муталибке айтады, осы оқиғаларды Абдул-Муталиб айтады, енді біз оларға қарсы соғысатындай шамамыз жоқ дейді. Абраха қарсы соғысатын шамамыз жоқ, өйткені белгілі болыпты, белгілі болып тұр, оның әскер өте үлкен етін, жаңағы пілдері бар деген сияқты. Және де арабтың жерінде де Мекке төңірегінде піл болмаған. Кейбір тәпсір ғалым айтады, араб жеріне келген ең бірінші пілдер осы етін дейді. Ең арабтар бірінші көргендер, сол үшін алғаш көрген кезде андай нәрсені түсініп тұр, таңғалып тұрады. Сонда айтады, біз ол Абраха қарсы соғысатындай біздің шамамыз жоқ дейді. Оған не алайын деп жатқанымыз жоқ, біздің ондай ойымыз жоқ дейді.
Сосын жанагы онда жүр мен сені деп Абдул-Муталибті Абраха алып кетеді. Енді Абдул-Муталиб пайғамбарымыздың атасы ғой. Сол барып келген кезде енді бұлар қанша дегенмен пайғамбардың тұқымы өте көрікті, өте былай айтқанда қараған кезде кісі қазығатын кісілер еді. Пайғамбарымыз өте сұлу болған ғой. Енді атасы қандай кісі болғанын содан білсеңіздер болады. Абдул-Муталиб келген кезде Абраха өзінің жаңағы тіккен шатырында тағының үстінде отырған еді. Абдул-Муталиб кіріп келген кезде Абраха қайран қалады да. Ананың көріктілігі, денесінің ірілігі, тұлғасының сондай бір болмысының адам қызықтыратын көрген кезде келіп ол кеп отырады да, жаңағы Абрахан тақта отыр, жерге төселген төсенішке келіп, жаңағы Абдул-Муталиб отырады, пайғамбарымыздың атасы. Отырған кезде ананы қарап, таң қалып, ананың көркіменен денесінің ірілігіне риза болғаннан айтады, мына кісімен тақта отырып сөйлесуге болмайтын шығар, мен деп қана отырайын деп, Абдул-Муталиб отырған көрпеге барып бірге отырады. Тағынан түседі. Енді Абрахамен екеуінің арасында сөйлесу үшін бір аудармашы керек еді. Сөйтіп аудармашыға айтады, мына кісіден сұрашы дейді да, қайран қалып. Менен не сұрайды дейді да, бір өтінішін орындап жіберейін дейді. Сосын аудармашы айтады, Абраха патша айтып жатыр, сенің қандай өтінішің бар? Сол өтінішін орындап жіберейін деп жатыр дейді. Сөйтсе Абдул-Муталиб айтады, сендер ана менің 200 түйемді жаулап алыпсыңдар ғой, сол 200 түйемді қайтарып берсінші дейді да. Сосын аудармашы енді ана күтіп отыр Абраха не айтар екен деп. Аудармашы аударады, 200 түйемді қайтарып берілсін, соны жаулап алыпсыңдар, соны сұрауға келдім дейді да. Абраха таң қалады. Мен сені түріңді көріп, өзіңді көріп, сондай бір таң қалып, тағымнан түсіп қасыма отырып келсем, сен жай ғана әшейін адам екенсің ғой, түйе сұрап отқаның не? Мен сендердің діндеріңді бұзайын деп келіп отырмын, қағбаларыңды бұзайын деп отырмын. Соны сұрамайсың ба онда бұзба деп, жалынбайсың ба? Деген сөйтіп, мен сені сөйтіп құрметтеп айтсам дейді. Сонда Абдул-Муталиб оған айтады, мен түйелердің егесімін дейді, өзімнің мүлкімді сұрап отырмын. Ал қағбаның егесі Аллах Тағала, ол қағбаны өзі қорғайды. Түйені мен қорғаймын, қағбаны қорғайтын Раббысы бар дейді. Абраха айтады, менен ешкім оны алтыса тауып қала алмайды дейді. Сөйтіп кетеді. Сонда осы жерде бір нәзік тұсты қараңыздаршы. Көп жерде даватта керек болады. Абдул-Муталиб, яғни бұл піл оқиғасы пайғамбарымыздың туынан дүниеге келуінен 50 күн бұрын болған. Түсіндіңіздер ме? Бұл оқиғаны атасы көрген, бұл оқиғаны пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның әкесі Абдуллах та көрген. Көзімен көрген. Кейін құстар келіп, Абрахан әскерімен талқан шығарған кезде Абдул-Муталиб сырттан қарап тұр, түсініксіз жағдай болады, құстар қаптап келеді, жаңа қара бұлттай болып қырғын салады, олар қайран қалады таудың басына тұрып, сөйтіп кейін баласы Абдуллахқа барып көріп келші не болды дейді. Абдулла келіп айтады, қырылып қапты дейді, желінген шөптей болып кетті деп жеткізген. Сонда пайғамбарымыздың әкесі тірі болған деді. Осы оқиғадан кейін барып, ол 50 жылдан кейін дүниеге келген, жаңа 50 күннен кейін пайғамбарымыз дүниеге келген болатын. Сол жылды піл жылы деп атап кеткен да. Піл жылы деп аталып кеткен. Әрбір үлкен жылда бір үлкен оқиға болған кезде сол жылы аталып кететінін білесіздер ғой. Мысалы 1941 деген кезде Ұлы Отан соғысы деген нәрсе еске түсе қояды. 31-32 десе ашаршылық, қазақ жерін жайлаған сол бір ашаршылық еске түскен сияқты. Бұл жаңағы пайғамбарымыздың дүниеге келерден бұрынғы болған 50 күн бұрын болған оқиға еді. Сонымен осы жерде бір нәрсе, яғни пайғамбар болып келді. Ана араб мушриктері олар ширк істеп жатқан еді. Сол кезде Абраха айтып жатыр, не сұрайсың деді Абдул-Муталибтен. Түйемді қайтар деді. Таң қалды. Сен түйеңді сұрап отқанда, мен қағбаны бұзайын деп жатқан кезде, сендердің діндеріңді бұзайын деп жатқан кезде деген кезде, Абдул-Муталибтің айтқан жауабы, қағбаның өзінің Раббысы бар деді. Кімді айтып жатыр? Аллахты айтып жатыр. Яғни олар мушрик еді, бірақ мушриктер Аллахқа сенеді, түсіндіңіздер ғой? Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өз заманында дағуат жасауға келген кезде ол атеистермен күресуге келген жоқ, ол мушриктермен күресуге келді. Түсіндіңіздер ғой? Ширкті бұзуға келді. Ол кезде ол жерде атеистер болған жоқ. Өйткені көріп тұрмыз, Раббаның өзінің, қағбаның өзінің Раббысы бар деп айтқан сөзінен. Содан жаңағы кім қайран қалады Абраха, бірақ қанша дегенмен тұртысына жаңа кейін сөзін не үшін өйтіп айтқан түсінеді ғой. Өзі шынымен адам баласы сөзге қарап адамға баға беріледі. Адамның сөзіне қарап кей кезде оның дәрежесі белгі болады. Орыстарда мақал бар ғой, по одежде встречаем, по уму провожаем деп қояды. Сол үшін кей кезде сөзді дұрыстап сөйлей білу ол үлкен бір өнер. Өйткені сөйлей беретін адам көп,
бірақ сөйлей білетін адам аз. Сөйлей білу ол өз алдына үлкен өнер болып келеді. Сол үшін Дауд алейхиссаламға берген бір нәрсе нығметтің біреусі фаслал хитаб, сөзді анық дұрыс сөйлей білу. Сөйлей білу. Осы жерде кішкене ғана бір шегіш жасап түсіндірейін. Сол үшін кей кезде біздердің мысалға сүннетті үйреніп, сүннетті таратуда кететін қателіктеріміз осыдан болып қалады. Сүннетті бәріміз сүйеміз, дұрыс па? Пайғамбарымыз ғой, қалай сүймейсің? Пайғамбар істеген істі қалай істегің келмейді? Ұмтыласың. Бірақ бір нәрсе бар. Сүннетті үйрену деген бар. Одан кейін сүннетті үйрету деген бар. Түсіндіңіздер ғой? Үйрену, үйретуден гөрі оңайырақ. Өйткені хадисті оқыдым, үйрендім. Ұстаздың алдына бардым, үйрендім, шейхта болдым, үйрендім. Ал үйретуге келген кезде ол өте көп деген даналықтарды қабыл етеді. Сол үшін біз заманымызда сүннетті үйренуден кем деп отқан жоқпыз. Бірақ үйретуде кемшілік істеп қойып жатырмыз. Сол үшін үйрету дұрыс үйретпегеннен кейін кейбір бүліктер шығып кетіп, болмаса мұсылман бауырларға сыртынан ренжіп жүргендері содан болып келеді екен. Яғни біріншісін үйреніп, екіншісін үйренбегендері үшін. Бұны айтайын дегенім сөйлей білу. Жаңағы Абдумуталиптің бірінші сөзіне қарап таңғалта, кейін жауабын түсінгеннен кейін Қағбаның өзінің Раббысы бар деген екен, ол түсінді. Бұл неге түйеге сұрап жатқан? Түйесін беріңдер деді. Қара, 200 түйесін қайтарып берді. Әйтпесе жолда қанша адамдарды қырып келе жатқан, айтқанда Қағбаны бұзамын деп келе жатқан адам, оның түйесін не үшін бере салсын? Оның атасының, пайғамбардың атасының тұлғасымен сөйлеген сөзін кесектігі үшін бағасын берген деген. Яғни сол кезінде дұшпандардың өзі кей кезде дұрыс баға береді, содан мақал бар ғой, ақымақ достан гөрі ақылды дұшпан артық дейді. Содан бұл Абраха жаңағы ертесіне шығып, пілдердің бәрін тұрғызып, ертеменен Қағбаға шықпақшы болады. Ал Абдумуталип түйесін алғаннан кейін Қағбаға келіп, Қағбаның тұтқасына ұстап тұрып, адамдар төңірегін жиналып тұрып, дұға жасайды. Сонда жасаған дұғасы: ей Аллах Тағала, Абраға қарсы қоятын ешкіміміз жоқ, сенен ғана жәрдем сұраймыз. Өз үйіңді қорғауға алшы деп Аллахқа дұға жасады. Бұлардың, яғни Аллахқа сенгендігі. Бірақ олардан кеткен қателік, олар Құдайға серік қосатын еді. Сол Аллахтың үйінің қасында үлкен күнә жасап қойды. Өйткені Аллах Тағала Құранда айтқан: "Ва из баввана ли Ибрахима макана аль-байти ан ла тушрик би шай'a ва тахир байти лит-таифина ва лaqa'имина рук'а суджуд" деген. Біз Ибрахим пайғамбарға Аллахтың үй соғылатын жерді көрсеттік та, және оған айттық, ол жер не үшін соқтырдық дейді? Маған серік қоспасын деп, таухид орнату үшін дейді. Ол жердегі бір адамдар болады ертең, тұрып, намаз оқу үшін, руку, сәжде қылу үшін дейді. Яғни ол Қағба Аллах үшін ғибадат жасау үшін, таухид үшін орнатылған еді. Бірақ ол кездері кейін соны ұмытып, шайтан азғырып, ол жерге пұттар келіп, Қағбаның ішіне пұттарды қойған болатын. Енді бірақ сол мүшриктер өздері Құдайды жоқтап кеткен жоқ олар. Олар пұттарға да сиынды, Құдайға сиынды. Және Құдайды пұттардан артық екенін білді. Олардың кеткен қателіктер сол болатын. Енді жаңағы жерде Абдумуталип естің тұтқасын ұстап тұрады да, кейіннен кейін барып осы дұғаны айтады, кейіннен кейін барып шығып таудың басына көтеріліп кетеді. Таудың басына көтеріліп кеткеннен кейін жаңағы Абдумуталип Абраха өзінің пілімен келеді, пілдің бәрін тұрғызып сояқ қарай бағыттаса, үлкен пілі бар Махмуд Қағбаға қарай жүрмей қояды. Жерге жатып алады. Бұлар түсінбейді, пілді балып ұра бастайды. Қағбаға қарай итермелеп жүрмейді. Бірақ та басын Шам жаққа қарай бұрып қалса, орнынан тұра салып жүгіреді. Жаңағы Йеменге қарай бұрып қалса, тұра салып жүгіреді. Шығысқа қарай бұрса, тұра қашады, бірақ Қағбаға қарай жүрмейді. Бірақ қолтығының түбінен найзамен түртіп, басынан кеп ұрып, ешқандай жүргізе алмай қояды. Қағбаға қарай бармайды, қадам баспайды. Кейін осы күйде әуре болып жатқан кезде, жаңағы Абдумуталип өзінің қауыммен бірге елмен таудың басына шығып не болар екен деп қарап тұрады, қайран қалып. Бұлар әскермен сөйтіп әуре болып жатқан кезде ойламаған жерден бір құстар пайда болады. Абабил деген бір топ болып келген, бірінен соң бірі қаптап келген құстар пайда болады. Енді ол құстарға байланысты түрлі суреттемелер болған, бірақ нағыз суреттемесінен Аллах Тағала білуші, ол құстар, яғни қазіргі бар құстардың ішінен емес. Табан астына Аллах пайда қылды, Аллахқа қиын емес, өйткені күн фаякун бол десе бола қалады кез келген нәрсе. Сол үшін ол құстар қазір бар құстардың ішінде емес. Сол үшін кейбір Икримадан жеткен, Абдулла ибн Аббастан жеткен түсіндірмелер бойынша ол теңізден шыға келді дейді. Көп болып қара құстар еді дейді. Олардың дейді
айтқанда жаңағы тырнақтары, саусақтары иттің аяғына ұқсайтын еді дейді. Бастары жыртқыш аңның басына ұқсайтын жерлері болған дейді. Жаңа тұмсықтары болатын дейді үлкен. Олар солай келді дейді, өте қатты. Бір неде, ал бір неде енді тек қана сондай топ-топпен келген құстар еді дейді. Ол құстардың әрқайсында 3 тастан болған. Тұмсығында және 2 жаңағы қолдарында олардың тастары болған, тұяқтарында. Сөйтіп осы бұл тастарды ұстап алып, ол құстар қаптап келе бастайды, бәрі қаптап келеді де осы тастарды лақтыра бастайды. Енді тәфсір Жалалайнда және басқа тәфсірлерде хабар келетін сияқты, ол тастарда жаңағы қай адамға тию керек, сол адамның аты жазылған еді дейді. Сиджил деген бір мағынасы жазылған деген. Сәджәне сәджил деп келеді ғой. А бір несі жаңағы ыстық қайнаған тас деген мағынасын береді. Адамдардың аттары жазылған еді дейді. Кімге барып тию керек болатын болса. Соған қарап кейбір тарихшылар айтады, мына соғыста адамдардың әрқайсысына бір темір не тағып береді ғой, бір солдатқа ше. Өліп қалса кім екенін білу үшін. Не дейді? Жетон дей ма? Содан қалған дейді. Өйткені әр адам сол өзінің тасымен өлген дейді. Өз тасымен өлген дейді. Ол тас үлкен болмаған екен. Кішкене ғана тастар болған, біз бір бұршақтың үлкендігіндей, бір лобия, сол сияқты бір тас үлкендей тастар болған дейді. Жаңа құстар келіп сонымен ата бастаған дейді олар. Қаптап келіп атқан кезде, егер олардың төбесіне тисе тас, астынан бір-ақ шығады екен да. Жанына қай шетінен түссе, сол жағынан тесіп өтіп кетеді екен. Кәдімгі оқ сияқты болып тұр ғой. Келіп сол тастарын ата бастады, олар түсінбей қалды дейді. Пілмен әуре отқан кезде, піл ойы қабағы бармай, артқа қашып жатқан кездерінде, олар құстарды көреді, елдің бәрі елең етіп қарайды. Өйткені олар көп болды. Қара бұлтай қаптап келді де бірден тас лақтыруға көшті. Сонда бір қатты жел тұрғандай болды дейді, әскердің есі шығып, жан-жаққа қашты дейді. Адамдар қашқан соншалықты көз алдарында өліп жатқанды көріп жатыр. Олар ондай нәрсені күтпеген. Бұл шынымен де бір үлкен бір Аллахтан келген бір азап екен олар түсінді. Қашуға тырысты, бірақтан құлады, көз алдарында адамдар туралып кәдімгідей шашылып жатты, қандары шашылып. Жаңағы адамдар дейді бір-бірінің үстін таптап, бірінің үстіне жығылып, қашумен жан-жаққа кім қай бетке алды, сол бетке қаша бастады дейді. Олардың бәрі түгелдерлік өлген жоқ дейді. Кейбіреуін қалдырды дейді. Соның ішінде Абрахаға тас тиді, бірақ кімге тас тиген болатын болса, ол тірі қалмайды екен да, өледі екен. Өйткені ол тас тигеннен кейін қорғана тесіп өтпейді екен. Ол біраз уақыттан кейін не болады екен? Сол адамның денесі шіру басталады екен. Кәдімгі шіріп түсе береді екен, шіріп түсе береді екен. Абрахаға да сондай тас тиеді. Тас тиеді де Абраха ол да жаны ұшырып қаша бастайды. Не істерін білмейді. Қаяқтан келгенін өздері де түсінбей қалады. Бәрі қайран қалып, бұл үлкен бір естен шықпайтындай оқиға болады. Сонда Абраха қашқан кезінде Йеменге жеткенше, бірақ жол бойында жаңа тас тиген адамдар бір ауруға ұшырайды екен. Аурулары сол, денелері үзіліп түсе береді, еттері. Сонда жаңа кетіп барған кезде жайда буындар болады екен. Шірейді түсіп қалады. Осылай шіріп келіп, буын-буыннан құлап түсіп кете береді екен. Шірейді. Сосын жаңа түсіп қалғаннан кейін, оның түскен артынан қанмен ірін ағып отырады екен да. Түседі, қанмен ірін ағып отырады. Сонда уже ішінің бәрі шіріп жатыр ғой. Осы күйінде Абраха сол күйінде қатты зиянға ұшырап, ол қаша бастайды. Йеменге жетеді. Йеменге жеткенше, құстың бір кішкентай балапаны сияқты оқылады дейді екен. Бүкіл аяқ қолының бәрі шіріп түсіп қалған, оны айтып бір бәлем алып келеді Йеменге. Йеменге жеткен кезде сол болған оқиғаны адамдарға айтып, олар қайран қалады. Сөйтіп, бұның кейбіреуінің тірі қалғандығы әлемге тарасын деген да оқиға, түсіндіңіздер ме? Құдайдың дінмен ойнауға, Құдайдың үйімен ойнауға болмайтындығы жайында. Сөйтіп бұл жаңағы жететті болған оқын айтады, бірақ сол өлімде дейді, уже кеудесінің сүйегі шіріп дейді, кеудесі, қабырғасы ашылып түсті дейді, ар жағынан жүрегі көрініп жатқан еді дейді. Сол күйінде өлді дейді Абраха. Алла енді сақтасын ондай күнәһарлықпен, ондай жазаға ұшыраудан. Осыдан кейін елдің бәрі ойланып қалды дейді. Бұның бір себебі бар еді дейді бұл оқиғаның. Бұл оқиғаның олай болуының себептері кейбір тәпсір ғалымдар түсіндіреді, Ибн Касирде де келеді. Ол жерде айтады, бұл оқиғаның болуы ақыр заман пайғамбарының шығатынын белгісі еді дейді. Түсіндіңіздер ме? Ақыр заман пайғамбарының шығатынын бір белгісі еді. Мұқаддимату рисала деп келеді, кәдімгі пайғамбардың елшілігінің бастамасы еді дейді осы. Өйткені жан-жақта үлкен империялар күшейген, Рим империясы бар, Парс империясы бар, көптеген империялар бар.
солып жаңа келіп өте беріңіздер. Айтпайыңыздар, сол ота болады, иншалла. Барып, неде сол жаңағы бәріне тарасына өйткені Рим империясы күшейген, Парс империясы күшейген, олар үлкен жаңағы өздері зәулім сарайлар соққан, олар деген жаңағы үлкен әскерлер жинаған, көшелер салған, мақтанып жатқан әлі арабтар ондай дәрежеге жеткен жоқ. Бірақ араб қасиетті жерде тұрған, Мекке, ол қасиеттілігі адам атаның тұсынан басталып келе жатыр. Оның қасиеттілігі. Сол қасиеттілігін адамдар діннен гөрі дүниеге беріле бастап, ширк күнәсі өте қатты белең алып, ширк күнәсі болған жерде Құдайды қадірлеу төмендеп кетеді. Өйткені ширк күнәсін істейтін адам шынымен бір надандықпен істейді ғой. Қазір кезде де қайран қаласың. Шайтан ширк күнәсі істеген адамды шайтан әбден мұрнынан тесіп жейді деп адамдар ғой. Сен мысалы қазір заманда өздеріңізді көріп жүрсіздер, бір адамға қылқынып Құдай туралы айтса, шекесі тырысып, арқасы құрсып сені қабылдамайды. Сол Құдайға сендіре алмай жүрген адамды бір күні қарасаң, Қытайдың құрбақасын әкеліп магазинге қойып қояды. Тиын тастапшы. Таң қаласың. Құдайға сендіре алмай құрбақаға сене салады да спокойно. Шайтан үшін мазақ қылып жүрді оларды. Күліп ойнап жүр. Өйткені сол үшін Ибрахим пайғамбардың таухид жолынан тек қана ақылы кемдер бас тартады дейді. Сондай ширк күнәсі сондай бір адамды санасын шертіп жібереді. Содан бұл жаңағы оқиға тарайды, ондағы мақсат елдің бәрі Меккенің қасиеттілігін ұмыта бастаған кез. Үлкен империяларға көңіл бұра бастаған кез. Рим сияқты, Парс империясы сияқты. Сол кезде Аллах Тағала олардың қайтадан көңілін Мекке бұрғызды, түсіңіздер ме? Абраха оқиғасы әлемге тарады. Бәрі осындай оқиға болыпты. Қайран қалатын нәрсе екен. Бұл қаланың бір несі бар. Тегін емес бұл. Бұл тегін нәрсе емес, бұл тегін болған жоқ деп кете бастады. Сол үшін біз өткен сабағымызда Құрайш сүресінің тәпсірін өткен кезде піл оқиғасының болуы кімдер үшін? Арабтар үшін пайдалы еді. Илафи Құрайш сендердің тыныштықтарың үшін дегенде. Илафи рихлата шидай болсай, сендер қыста жазда саудаға шыққан кезде адамдар саған зиян істемесін, амандық берсін істеді дейді. Содан бұл Меккеде өмір сүретін адамдар кез келген жерге барса, адам Меккеден келген адам ғой. Кеше нарда піл оқиғасы болған. Абраха сауда өлген. Бұған не қылыңдар, саудасын дұрыс істеңдер. Ренжітіп қоймаңдар деп адамдар уже оны сыйлай бастаған. Бірақ ол жердегі Қағбаны Аллах Тағаланың сақтап қалуы ол жерде өмір сүріп жатқан арабтар үшін емес еді. Өйткені ол жердегі арабтар не ширк күнәсін істеп жатқан арабтар еді. Олар ол Қағбаны сақтап қалудың себебінің біреусі ақыр заман пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбарлығы нақталу үшін болған оқиға еді. Міне содан жаңағы бұл Қағбаның тарихы жан-жаққа тарай бастайды, адамдар оған назар бұра бастайды. Сол назар бұрып отқан кезде сол жерден Аллах Тағала өзінің пайғамбарын шығарады. Ақылы бар адамдарға, білім бар адамдарға осы оқиғадан кейін ол жердегі шыққан мен пайғамбармын деп шыққан Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарына сену керек еді. Өйткені Аллах Тағала бекерден бекер ол жерді қорғап қалған жоқ Абраха сияқты залымдардан. Содан бұл жаңағы жерден Абрахадан сақтап қалады. Кейін ол жерден пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлығы шағын бала күнінен бастап сол пайғамбардың белгілері көріне бастайды. Сол оқиғаның болғанын пайғамбарымыз әкесі Абдуллах өзі көзбен көрген, кейінгілер де көпке айтып жүрген, тіпті кейбіреулер келеді, соған әскерге тиген тастар біразға дейін қалып кеткен еді дейді. Қара тас, қара қызыл сияқты тас болып жататын еді дейді. 564 деген машинаны алып тастайды ма? Көршінің несіне қойып. Ақ машина 564 деген ақ машинаны көршінің есігіне қойып қойып дейді. Алып қойсаңыздар, ықтият болыңыздар, негізі кісілердің есіне қойып жүрмеңіздер. Содан бұл жаңағы оқиға кеңінен тарайды. Пайғамбарымыздың әкесі Абдуллах та оны көрген. Кейін ол оқиға көпке дейін тараған, елдің арасында әңгіме болған. Енді осы жерде Аллах былай айтады: "Алам тара кайфа фа'ала раббука би асхабил фил." Көрмедің бе сен Аллах Тағаланың піл иегелеріне не істеген деп айтады. Бұл жерде қаратпа сөз пайғамбарға айтылған деген мағынада бар. Пайғамбарға айтылған болатын болса, пайғамбарымыз Меккеде уағыз жасап отқан кезде алғашқы кезде көптеген қиындықтар көрді. Көптеген қиындықтар көрді. Мушриктер оған өлтіретіндігі жайында үрей тарастады. Қалмайтындығы келетіндігін, оны дағуатынан тоқтату үшін көп дүние беруді қалады.
Оған бұның дағуатын тоқтату үшін көптеген жаман сөздер таратты. Осындай пайғамбарға ең қиын сәттерде бұл сөздің Аллах Тағала пілегелермен не істегенін көрмейсің ба? Аллахқа қиын емес сені дұшпандарынан қорғап қалу деген сияқты бір жағынан жұбату ретінде болған деген мағына береді кейбір тәпсірлер. Енді кейбір тәпсір ғалымдар айтады, бұл жалпыға дейді. Жалпыға дейді. Соның ішінде Меккедегі пайғамбарға қарсы шығып жатқан мушриктерге де ескерту дейді. Ей, не болды сендерге пайғамбардың дағуатын қабылдамайтындай? Естерінен шығып кетті ме кешегі піл оқиғасы? Қайда солды? Қалауын неге ескере алмайсың деген сияқты күйде айтып жатыр. Одан кейін Мекке мушриктеріміз одан кейін жалпыға деген мағынасы бар. Өйткені көрмейсің ба, Аллах Тағала пілгелеріне не істеді деген. Сонда бұның жаңағы сол кезде болған мұғжиза, бірақ күші қиямет күніне дейін сақталып кете береді. Және де бұл жерде Абраханың Қағбаны бұзам деп барғаны, пілдің жаңа Қағба қарай жүрмей қойғаны, шыменде құстардың келіп оларды таспен атқылап кеткені, адамдардың сондай бір қырғынға ұшырап өліп қалғаны, өз алдына бір үлкен оқиға болатын болса, сонымен қатар Абраханың жіберген үлкен бір қателігі бар. Ол қателік өзі неден басталды? Ол Меккеде Аллахтың үйі Қағба тұрған кезде өзінше екінші бір қағбасы тегіс келіп қалған дәмесі де. Түсіндіңіздер ме? Бұл үлкен күнә екен. Осы кезде ол уже өліп қойды да. Ал қазіргі заманда шынымен де иманның әлсіреуінен осындай сөзді айтқысы келіп жүргендерді көреміз. Бір жерде Қағбаның макеті бар екен, сол жаққа тауып істесе болады екен. Болмаса Түркістан екінші Мекке деген сияқты олай шектен шығудың қажеттілігі жоқ. Түркістан қаласының басқа да мақтайтын жерлері бар. Бірақ тура сол Құдайды ренжітетін сөзбен мақтаудың қажеттілігі жоқ. Ол тек қана өзіне бәлекет шақыруда. Тура Абраханың істеген ісін істеу. Абраханың жіберген қателігін жіберу болып қалады да. Өйткені Абраха мен осы жаққа шақырамын. Кімде-кім жаңағы Түркістанға 3 рет барып келсе, Пайғамбар алейхиссаламға не дейді? Қажылық істегенмен тең болады дейді. Ешкім ондай Аллахтың құлшылыққа қатысты, құлшылықтың жаңағы иесі нені істесе Құдайға жақындай, нені істемесе Құдайдан алыстайтындығын оны Аллах Тағала және оның елшісі ғана айта алады. Адам баласына ол нәрсе берілмеген. Содан бұл жаңағы осы және естен сақтайтын нәрсе Құдайдың құлшылығына жаңалық енгізуден барын жасақ болу керек. Қағба ол біреу, Аллахтың қойған сол жерде ғана тауап істелінеді. Және тауап деген құлшылық, айналатын құлшылық жер ретінде бірақ жер істелінетін құлшылық. Басқа жерде тауап жоқ, түсіндіңіздер ме? Басқа жерде бір нәрсеге тауап істеймін дейтін болсаң, айналамын дейтін болатын болса, күнә жазыла береді әр қадамға. Ал Меккеде айналған сайын әр қадамға сауап жазылып кетіп отырады екен. Сондан Абраханың қателігі ол Аллахтың үйі тұрған кезінде тағы да бір екінші Қағба жасайын деп қалғандығы. Сондан осыдан ол ақырында жақсылыққа кеңілмеді, үлкен зардапқа ұшыраған болып кеткен екен. Аллах Тағала адам ежел кайдан фитадлин, олардың бүкіл айдасын жоққа шығарып жіберді дейді. Зиянға ұшыратты, пайдасыз етіп қойды дейді. Шынымен де ол оқиға бәр адамның есінде қалды. Олардың қандай қырғынға ұшырағанын біз көреміз. Енді бұл қияметтің бір мұғжиза ретінде қалған сүре тура осы сияқты кімде-кім Аллахтың дініне, Аллахтың пайғамбарына, Аллахтың сөзіне қарсы бір айла жасайын дейтін болатын болса, ол адам міндетті түрде зиянға ұшырап кетеді екен. Өйткені Аллахтың дінін Аллах өзі қорғап алады. Дей тұрғанмен мынандай хадис бар. Енді осы жерде сұрақ туады. Абраха келді де бұза алмай кетіп қалды, дұрыс па? Қағба. Аллах сақтады оны. Ана Махмуд деген піл қалып кеткен дейді. Кейбір тәпсір шығарғандар оған ештеңе болған жоқ дейді. Ол құтылған дейді. Ал әскерлер қырылды. Жаңағыдай бір адам шошитын аурумен өлді ең соңында. Осы жерде жаңағы кәсфин мәкүл желінген жапырақтай болды дегенге және ғалымдар түсіндірме береді. Кәсфин мәкүл деген біреулер түсіндірген кәдімгі жапырақты құрт жеп бір үстінен мал басып кеткен екен, бір мыжылып, сұр қашып, түсі қашып, шұрт тесік болып қалады ғой. Сондай мағынасы бар дегендер болды. Екіншісі түсіндіргендер бар, мал шөпті жегеннен кейін алдынан кірген шөп, аузынан кірген шөп, артынан түсіп қалған кезде қандай болатын болса тезек, сол тезек тиылып жіберді дейді. Яғни сондай жаза берілген дейді. Өйткені ойлаңыздар, денесі шіріп өлгеннен кейін, кәдімгі тезекке ұқсап қалды дейді. Жазасы қатты болғандығы. Бұл жаңағы әрқашанда айтыр, қазақ айтқан сияқты Құдай деген құр қалмайды деген сияқты, Құдайдың сөзі келген кезде өте сақтықтар жасау керек. Аллахтың бұйрығына байланысты ма,
Аллахтың несіне мұсылманның істейтін нәрсесі сами'на ва атa'на. Алла естідік, бой ұсындық. Мұсылман айтатын сөзі сол. Ал мұсылман емес адам айтатыны сами'на ва асайна. Естідік дейді, бірақ қарсы келе береді. Сол үшін кей кезде Аллахтың бір бұйрығы болады ғой, осы және бір кішігірім осы сүредегі Аллахтың және түсінігіміздің біреусі. Енді Аллах Тағала біреулер білмей жүрген болса кешірсін дейміз. Бірақ кей кезде мынандай ауыр тірліктер істейді. Оны білмегендігінен кейін сұрақтар қояды. Бір жерде машина кетіп бара жатса, бір кісі маған сұрақ қойып жатыр. Осы қазір қыздар орамал тағып алатын болыпты. Үйде келінім орамал тағып жүр. Енді бәріміз мұсылманбыз ғой. Енді осы қалай ойлайсың? Дін адамы дегенге маған сұрақ қойып жатқаны ғой. Қалай ойлайсыз? Орамал ата бабаларымыз, әжелеріміз орамал таққан ба осылай дейді. Сосын мен айтып жатырмын. Көбі сіз сұрақты дұрыс қойған жоқсыз. Әжелеріміздің басында орамал бар ма, жоқ па деген сұрақ біріншіден дұрыс емес. Болған орамал. Екіншіден, Аллахтың алдында дін ұстайтын кезде біз адамның сөзіне емес, Аллахтың сөзіне қарап ұстаймыз. Сұрақты қою керек. Бұлай деп қою керек. Осы кейбір қыздар орамал тағып жүр. Сол орамал тақсын деген сөз Құранның аятында бар ма, пайғамбардың сөзінде бар ма деп қойған сұрақ. Сен дініңнің егесі ата бабаң емес қой. Одан қалған жоқ қой бұл. Егер дінді ұлтқа қарап шашатын болатын болсақ, біз қазақ еліміз, анаяқта орыс елі бар, анаяқта африканстар бар, тағы басқа жерде басқа халықтар бар, чукчалар бар, басқалар бар. Әр халық ислам дінін ұстаған кезде, бұл біздің ата бабамызда жоқ еді ғой, бұл біздің ата бабамызда жоқ еді ғой десек, онда бір елге барып, ой, ата бабамыз көйлек киген ба, жоқ, біздің ата бабамыз ана жапырақ жабыстырып жүрген беліне. Жапырақ жабыстырып басын онда. Дүниенің тіршілігіне келген кезде сұрақ қоймайды. Осы галстукты ата бабам таққан ба, тақпаған ба деген сияқты сұрақ жоқ. Құдайдың сөзіне келген кезде шайтан түртіп отырды. Ата бабамыз таққан ба, тақпаған ба дейді. Сен бірінші ойлан. Кімнің сөзіне қарсы келіп тұрсың? Егер бұл Аллахтың сөзіне саған хабар нақ жеткен болатын болса, Аллахтың дінімен ойнауға болмайды. Ертең қатты бір өкініш болуы мүмкін, кеш болып қалуы мүмкін да. Азап көрген кезде, Аллахтан жаза келіп қалған кезде өте кеш болып қалуы мүмкін. Өйткені біз дінді өзімізге қарап өзгертпейміз, біз дінге қарап өзгереміз, дұрыс па? Ал енді шындап келгенде орамал тағу ол арабтың да дәстүрі емес, ол Аллахтың бұйрығы. Аллах Тағала Құранында орамал тағуға бұйырған кезінде арабтың әйелдері де жалаңбас жүрген. Олар жалаңбас жүрген. Сол бұйрықтан кейін олар орамал таққан. Ал бізге білетініміз, Аллаға шүкір, әжелеріміз де, аналарымыз да, олардың бастары жалаңбас болмағандығы. Оның дәстүрі де, діні де сәйкес болып тұрған. Сонда бұл жаңағы бұл кіргізіп жатқанымыз, шынымен де Аллахтың дініне кімде қарсы бір ой пайда болатын болса, Аллахтың дініне қарсы бір жаман айда пайда болатын болса, ол өзіне ғана зиян жасаушы. Өйткені Аллах Құранда айтады: "Уама заламахумуллах, валакин анфусухум yazlimun." Аллах Тағала оларға зұлымдық қылған жоқ дейді. Олар өздеріне зұлымдық жасап жатушылар деп айтқан екен. Сонда осы піл оқиғасы жаңағы тарихта үлкен бір оқиғалардың бірі болып қалды. Пайғамбарымыздың пайғамбарлығына растау үшін болды. Біріншісі, кәдімгідей. Одан кейін барша елдің сол жаққа көңіл бұру керектігі, сол жақтан пайғамбар шығатын үшін кәдімгідей мүмкіндік беруге болған. Үшіншісі, шынымен Аллахтың айтқанда дініне қарсы жүргізгендердің жазасыз қалмайтындығы. Егер Аллахтан жаза келетін болса, ол өте қатты болатындығы. Сол хабарын айтып отыр. Жаңағы кәсіпи мәккүл дедік қой, желінген жапырақтай деген сияқты. Енді кейбір ғалымдар оны мал жегеннен кейін аузынан кірген шөптің артынан шыққан кезде қандай күйде көрсең, айтқанда жаңағы кәпірлер сондай болып шашырап қалды дейді, түскен кезінде. Сондай болып шашырап қалды дейді. Енді Құран ішінде әдеп сөздер кіргеннен кейін оны тезек деп айтқан жоқ, оны желінген жапырақ деп айтты деп кейбір ғалымдар түсіндірме береді. Бірақ қалай болғанда да олардың жақсы айтқанда жазамен өлмегендігі нақты болып тұрғанын біз осы аяттардан көріп тұрмыз. Және де осы аяттардан кейін біздің қатты бір көңіл бұратын нәрсеміз, ол Аллахтың сол үйді қасиетті еткендігіне, ислам дінінің хақтығына және бір дәлел болады. Ислам дінінің басқа діндерден артық екенін, мысалға сұрақ туындайды адам баласында. Жер бетінде дін көп қой. Неге сендер ислам дінін ең тура дін деп айтасыңдар? Неге басқа дін тура емес деген сұрақ болатын болса. Дін адам атадан бері жалғасып келе жатыр, дұрыс па?
сол Қағба тұрған жер адам атаның кезінде құрметті болған жер екен. Ол жерге Алла Тағаланың көрсетуіменен инна ауала байти удиа линнас лаллази би Бакката дейді. Ең алғашқы құрылған үй ол Меккедегі үй дейді. Құлшылық үшін құрылған үй Меккедегі үй дейді. Осы сөзге қарап отырып, ғалымдар айтады, Меккедегі үйге адам ата түскен кезде сол Алла сол адам атаның өзіне бұйырған дейді, сол жерде үй соғуға. Кейін топан су болған кезде, Нұх пайғамбардың кезінде адамдардың көбісі ширк күнәсін істеп, өзі әрбір қазір әруаққа сыйынушы адам Нұх пайғамбардың қауымының ұшыраған оқиғасын есіне алсын, сонда оның істеп жүрген ісі қате екенін өздері түсінеді. Дұрыс па? Нұх пайғамбардың қауымының істеген ширк күнәсі қазір біздің кезімізде ұқсайтын ширк күнәсіне ұқсайды. Тек білмегендер үшін Құдай кешірсін деп Аллахтан біз үміт етеміз. Әйтпесе, Нұх пайғамбардың қауымдары, олардың ширк күнәсі өздерінің арасында болған 5 әулие кісіге сыйыну етін, түсіндіңіздер ме? Лат, Суа, Яғус, Яуқ, Наср деген 5 әулие кісілер болған. Тірі адамдар соларға кәдімгі сыйынған. Осылар бізге жәрдемші болады, Құдайдың намында осылар бізге шапағатшы болады деп. Сондықтан қазір кездегі әруаққа сыйыну ешқандай одан айырмашылық жоқ. Сол үшін Аллах Тағаланың пайғамбары айтқан сияқты, әл-әнбия дин уахид, бүкіл пайғамбар бауыр, әкелген діні бір ғана дін дейді. Ол дін таухид діні, бір ғана Аллахқа сену діні. Одан кейін жаңа осы оқиғадан біз түсініп жатқанымыз, жаңағы жоғарыда келді, пайғамбарымыздың атасы Абдул-Муталиб келген кезде олар ширк күнәсін істеп жүрген еді, оның қауымдары, Меккедегі қауымдар ширк күнәсін істеп жүрген. Сол кезде Қағбаның ішінде уже пұттарды апарып қойып қойған еді олар. Ал Аллах Тағала Меккені құтқарған кезде олар пұттар құтқарды деп айтқан жоқ. Алла құтқарды деп біліп тұрды. Алла құтқарамайтын біліп тұр. Ал кей кезде біздің заманымызда одан да төмен болып кетті дәреже. Түсініктер? Әруақтар құтқарады, әруақ пайда береді деген ұғымдарға кетіп қалған. Осы Фил сүресі арқылы Аллах Тағала не таухидке шақырып отырады. Соған бір дәлел ретінде айта кетейік. Мүмкін өздеріңізде көп жиі кездестірген шығарсыздар. Шу қаласынан Тараз қаласына кездесу кетіп жатқан кезінде бір такси кісімен отырдық. Сонда ол кісі бізге қарап отырып, енді сақалымды көрді. Сақал енді бір өзі тема ғой, былай айтқан кезде. Көп пайдасы бар шынында. Аллахқа саны мақтаулар болсын, елшісі осыны бұйырғанына. Сіздердің қайдан өзім сақалым өте көп пайдасын көріп келе жатырмын, альхамдулилля. Содан жаңағы сен бастамасаң да өз уағыз басталады өз сақалдан кейін. Жақсы болып басылатын болса, молдасыз ба дейді. Жаман болып басылатын болса, уахабисің ба дейді. Надан болып басылатын болса, тәуіпсің ба дейді. Біреу келіп, бір бастың кабинетін есік алдына отырсам, секретарша, талашып бересіз ба дейді ол. Әйтпесе кәшім шалбармен отырмын ғой. Мен кәшім шалбарыма қарап айтылған жоқ, талашып бересіз ба деп. Ол сақалыма қарап айтылған ғой. Өйткені сәл де бір діннің белгісі бар екенін көріп тұрды олар. Соны таксиде келгеннен кейін қарап отырып та таксист кісі молдасыз ба деп бастады да. Енді оған әңгіме ғой түсіндіріп жатсаң енді. Анау мынау барып айтып. Иә, молдамын деп қойды. Жақсы. Мен де ата-бабам әулие болған екен деді. Жарайды деп қойсам, қалай әулие болған екен деді. Мен өзім білмей жүрген атам әулие екен деді. Мен қалай білдім десем, бір көріпкелге барып палаштырып, ой, сен жаңағы деген керемет әулие болған, сен қалай білмей жүргенсің деп айтқан. Мен білмей жүр екенмін дейді. Енді қалай білдің сен әулие екенін? Анау жолдың бойында сол бір молла бар қазір. Сол жолдың бойында соғылыпты өзі жаңадан. Сол менің атам екен. Бәсе сорлы жаңағы мен білмей жүргем, соған барып мал сойып, сөйттім де басына мазар тұрғыздым дейді. А сен қайда білдің атаң екен? Сол тәуіп кісі айтты маған. Сонда сен атаң жатыр деп. Оны енді ол әулие екен қаяқтан біліпті. Өйткені сол жерде бастан авария болады дейді. Сол сен атаң үшін бола ма авария? Енді адамдар өтіп бара жатқан кезде бетін сипамайды, жаңа әулиеге ескермейді, сонда кетіп бара жатқан кезде авария болады. Осы жақында ғана бір адамдар соған сенбеген еді, соның бала шағасымен кетіп бара жатқан кезде авария болып, қазір өзі нақты есіме шықпады, қайсы өлген, әйел өлген ба, күйеу өлген ба, өлмей тұр, бала шағасы ауруханада жатыр деді. Мен айттым, аға дедім, мына сөзді менен басқа ешкім естімей ақ қойсын. Сенің атаң әулие емес екен дедім. Неге дейді? Сен атаң киллер екен дедім. Сен өзің ойланбайсың ба? Менімен мақтанып отырсың сен? Адам біреудің бала шағасын машина аударып тастап, біреусі өліп, бала шағасы больница жатқанмен мақтанып отырсың ба сен? Бет сипамады деп. Қалай сендер түсінбейсің осыны? Кейін біраз уақыттан кейін барып түсінгеннен ол сенің атаң екенін бір Алла біледі.
Сен өзің білмейтін нәрсені біреу қаяқтан біліп қойды. Сол үшін шынымен де бұл қарап тұратын болсақ, ол кездегі мушриктердің өздері Кағбаны құттар қорғайды деген жоқ, Алла қорғайды деді. Түсіндіңіздер ме? Олар ширк нәрсе істеп отыр, бірақ соның өзі олардың Аллахтың алдында қабыл етілген жоқ. Пайғамбар соларға таухидты бір Аллахқа сену керектігін үйреткен болатын. Ал біздің кезімізде өкінішке орай дін ілімдерінің саябырсығына байланысты, кейбір жерде кішкене аңқау елге аңыза молда деген сияқты Құрандағы ақиқатты айтпауға байланысты осы ширк күнәсі белең алып, оның үстіне шайтан жаңа айттық па, Құдайға сендіре айтсаң құрбақаға сеніп отырады. Не үшін тұр құрбақа деп сұрасақ көріңіздерші, магазиннен тұрады құрбақалар. Енді тиын шақырады, тиын теуіп қойған құрбақаны. Қытайдың несі ол? Түйіншөй дей ма? Құдайға сену қиын, құрбақаға сену оңай болып қалды. Осыдан кейін Құдайдан не үміт ететін деген түсініксіз. Не? Сондықтан тура дін ол Аллахтың кітабынан ғана үйренетін дін болып келеді екен, Аллахтың кітабы сақтаулы. Енді сол Кағба адам атаның кезінен бастап құрметтетін. Бұл ислам дінінің хақтығын дәлел болатын нәрседің біреусі, айтайық, ол Кағбаны кім соқты? Ибрахим пайғамбар соқты, дұрыс па? Ибрахим пайғамбар баласы Исмаил екеуі соқты. Құран айтады: "Уа из Ибрахимул қауаида минал байти ва Исмаил роббана тақаббал минна иннака анта самиул алим." Ибрахим баласы екеуі Кағбаның іргесін көтеріп жатты да айтты да: "Аллах Тағала бізден қабыл ете гөр, сен дұғалар қабыл ету үшін" деді. Сөйтіп сол жерде үлкен бір дұға жасаған Кағбаның түбінде. Егер Аллах нәсіп етіп сіздердің араларыңызда біреу хажылыққа бару нәсіп болып қалатын болатын болса, осы Ибрахим пайғамбардың мен Исмаил пайғамбардың Кағба түбінде жасаған дұғаларын өздеріңізге жасауды ұмытып кетпеңіздер. Жарай ма? Олар айтқаны: "Раббана жa'ална муслимайни лака ва мин зурриятина умматан муслиматан лака ва арина манасикана туба алейна." Алла бізді дейді, екеуімізді дейді, әкесі Ибрахим мен баласы Исмаил екеумізді саған шын берілген мұсылмандар етші, ва мин зурриятина умматан муслимат, біздің ұрпағымызды саған мұсылман етіп берші дейді. Ұрпақтарының да мұсылман болуы өйткені ол үлкен нығмет. Біз бұрын айтып кеткенбіз, бір нығмет бар, көп адамдар оған жете алмай кетті. Бірақ Аллах Тағала кімге сол нығметті көруді нәсіп еткен болатын болса, Аллахқа сансыз мақтаулар айтсын. Ол дегеніміз бір адамға Аллах Тағаланың өзінің алдындағы әкесі мен шешесінің таухид ұстап намаз оқығанын көру менен артында қалған балаларының дінде тұрғанын көру, намаз оқығанын көру үлкен нығмет болып келеді. Түсіндіңіздер ғой? Сол жерге барған кезде осы олар білді, Кағбаны соғып жатқан кезде ең керекті дұғалар сол дұғаны айтқан болатын. Енді қарасаңыздар, Ибрахим пайғамбар бүкіл пайғамбарлардың атасы, дұрыс па? Көп пайғамбарлардың атасы. Сол үшін Ибрахимге еврейлер тарасады, біздің пайғамбар дейді. Ибрахимге христиандар тарасады, біздің пайғамбар дейді. Ибрахимге сол арабтар, сол пайғамбарлық келгенсе, мушрик болған арабтар, ол біздің пайғамбар дейді. Біз ала милләти Ибрахим, біз Ибрахим пайғамбардың дінде жүрміз айтады. Не олар сол кезде? Дінсіз деп айтпайтын олар. Олар біз Ибрахим пайғамбардың дінде жүрміз айтамыз. Осыны жақсы есте біліп қалыңыздаршы, көп жерде айта жүрген кезде білу үшін, өйткені халықтың арасында қазір сауаттылығын жайлап көтеріп қойды, Аллаға шүкір, бірақ әлі білмейтіндер көп. Bir жерге барған сияқты бір қария кісі айтып жатыр: Мұхаммед пайғамбар, мұсылмандардың пайғамбары, Иса пайғамбар, кәпірлердің пайғамбары деп қояды. Соншалықты төмен деген ғой енді. Енді не деп ренжисің ол халыққа? Тек үйрету керек, сабырлық танытып, үйрету керек болып тұр. Енді сол таласатын бұрынғылар. Ибрахим біздің атамыз дейді, яһудилер. Насранилер біздің атамыз дейді. Араб мушриктер біздің атамыз дейді. Сөйткен кезде Аллах Тағала дінін жеткізді. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа 40 жасында пайғамбар келгеннен кейін 23 жыл бойында Аллахтан сабырлық қыла отырып дінін жеткізді. Қанша деген қиындықтар болды, қанша деген бір соғыстарға дейін барды, қанша деген бір аш болған кездер болды. Сол дінді жеткізгеннен кейін Аллах Тағаланың сүйікті құлы Ибрахим мен Исмаил соққан Кағба кімнің қолында қазір? Мұсылманның қолында. Еврейдің қолында емес, христианның қолында емес, дұрыс па? Басқаның қолында емес. Бұл мұсылманның қолында, яғни айтқанда хақ діннің егесі ислам екенін бұл және бір дәлел болатындығы. Түсіндіңіздер ме? Одан кейін Аллах Тағала өзінің Құран аяттарын түсірген кезде қай қалада түсірді? Меккеде. Оның қасиеттілігі. Түсіндіңіздер ме? Сол Мекке қаласында Құран аяттары түсіп жатқандығы. Одан кейін сол Мекке Кағба қаласына барған кезде
Ол жердің бір ерекшеліктері бар. Мысалы басқа жерде намаз оқитын болатын болсаң, бір намазыңа сол белгілі сауап жазылады. Ал Меккеде намаз оқыса, орда бір намазың 100.000 намазың сауабына кетеді деп есептеледі. Түсіндіңіздер ме? Осыдан түсінсеңдер болады. Ол жердің қасиеттілігін. 100.000 намаздың сауабына еселеніп кетіп отырады екен. Оның үстіне одан кейін Меккеде бірақтан жоғарыда бір нәрсе айтамын деген сіздерге. Аллах Тағаланың бір хадисі Сахи Бухарида келген. Бұл сөздің жалғастыру барысында бұл жерде Абраха келді де Қабаны бұзамай кетіп қалды. Бірақ Сахи Бухарида жеткен бойынша Бухари хадисінде ертең Эфиопиядан бір адам келеді де сол Қабаны бұзатын туралы ақыр заманда хабар бар. Неге ол кезде Аллах қорғамады деген сұрақ туады, дұрыс па? Неге ана кезде Қабаны Аллах қорғады? Неге хадисте бізге пайғамбар сахи хадисте келіп отыр? Неге Қабаны қорғамайды деген сұрақ туады. Осыдан қазір бір жауабын беріп кетеміз. Оның алдында Қабаның жаңа қасиеттілігін айтып кетейік. Ол Қабаның қасиетінің жаңа біреусі, ол жерде намаз 100.000-ға еселенетін сияқты аятта айтады: "Ома юрифихи би илхадин би зулмин нузиқу мин азабин алим" дейді. Кім Меккенің жерінде дейді, бір жамандықты ниет қылатын болса, істеген жоқ, ниет қылып баратын болса, Алла айтады, оған дейді, күйзелтетін азап береміз дейді. Түсіндіңіздер ме? Күйзелтетін азап береміз деп қойған. Ойласаң болды. Сол үшін барып Меккеге біреу қажылық ниетпен барса, үлкен ниетпен барса, үлкен сауаптарды алып қайтады. Сенің ниетің қаншалықты ықыласың күшті болса, соншалықты Алла Тағала саған сауаптар береді. Өйткені Аллахқа таухид орындайтын жерге, құлшылық қылатын, намаз қылатын жерге сен барып, пайғамбарымыз үйреткен құлшылығын қажылық істеп қайтасың, дұрыс па? Мен бір кісінің аты жөнінде білемін, бәрін білемін. Енді аты жөнін айтып қатты қажет емес деп ойлаймын. Ол кісінің сол Мекке жеріне барып, сондай қажылыққа барып, қатты қуанышта болып, Қағбаның қасында Алла бұйырып намаз оқыған кезде дейді, намаздан кейін бір 3 дұға жасадым дейді. Көп дұғам болған жоқ, 3 дұғамды жасадым дейді. Содан қайттым дейді, тілеген дұғамның дейді, екеуі көп кешікпестен бірден қабыл болды, енді үшіншісін күтіп отырмын дейді. 3 дұға жасағам еді дейді. Соның біреусін айтқаны, сондай қарындасым бар еді, ол кісі бір кісіге үйленген еді, үйленгеніне біраз жыл өтті, күйеу бала жаман емес, бәрі жақсы, бәрі дұрыс, бірақ араларында бала болған жоқ дейді. Бала келмеді дейді. Ол нәрсе құдаларды кішкене жүрегіне қаяу түсірді. Біздің жақтың кішкене әке-шешеміздің, шешеміздің жүрегіне кішкене қаяу түсірді. Біз уайымдайтынбыз, бала жоқ, сол күйінде уайымдап жүрген, сол барған кезде Аллах Тағала деп, сонда анамның өзі бір несі болып тұр, тек өз басында емес, басқаға тілеп жатқаны, соған тілейді, қарындасына сол Аллах Тағала бір сәби нәресте берші тілеген дейді. Келдім, ойым ештеңе жоқ дейді, кейін қуаныш хабар келді, аяғы ауыр болды деген. Кейін екен біраз уақыт өткеннен кейін туды дейді, уақыты күн жеткеннен кейін Аллах Тағала бірден егіз екі ұл берді дейді. Ол жерде қараңыз, басқа жерде болған кезде сен жаман ойласаң, әлі оған күнә жазылмайды. Ана жерге жаман ниетпен барсаң, нузиқу мин азабин алим, өте жан күйзелтуші азап береміз дейді. Сонда ол жерге қажылықпен, құлшылық ниетімен барасың. Ол жерде бір мұсылмандарға жаман қылайын, ол жерде бір зиян істейін, ол жерде бір тағы бір жамандық қылайын деген нәрсемен бармайсың, дұрыс па? Ол жерге бір ұрлық істеуменен, ол жерге бір ислам дініне зиян келтірумен баратын болатын болса, оның ертең жағдайы тура Абраханың жағдайы болып кетуі мүмкін. Сол үшін Құранда келген анау сүрелер, Тамбат яда аби лахаб тат деген сүре алатын болса, жаңағы Абу Лахабтың жаңағы қол құрсын деген, ол тек қана Абу Лахабқа қатысты емес. Қияметке дейін мени Абу Лахабты шығады деген сөз. Бұл алам тара кайфа фа'ала раббука би асхабил фил. Бұл тек қана Абрахаға қатысты емес. Қияметке дейін мени Абрахалар болады да. Олардың да көретін жазасы осы күйде болып кетеді екен. Сол үшін жаңағы ол жер сонда бір қасиетті жер, жаңа исламдағы бір 5 парыздың бір парызы сол жерде барып орындалады екен. Одан кейін және бір қараңыздар. Біз жоғарыда айттық, Ибрахим пайғамбар пайғамбарлардың атасы. Сол үшін Құранда айтылады, Макан Ибрахим яһуди ва насраниян деп келеді ғой. Ибрахим яһуди емес, Ибрахим насрани емес дейді. Валикин кана ханифан муслима, бірақ ол таухид ұстаған, Құдайға шын берілген мұсылман еді дейді. Яғни сен құр Ибрахим менің атам, сенің атаң деп таласқаннан гөрі таухид ұстап ал дейді алдымен. Таухид ұста, сен Ибрахим атаңның, Ибрахим пайғамбардың үйреткен нәрсесін істе, сосын барып айтасың дейді. Әйтпесе арабтың мүшриктері біз ала миллат Ибрахим, Ибрахим пайғамбар діндеміз, Ибрахим пайғамбар дінімізде, бірақ олар ширк істеді. Аллах сол үшін айтып отыр, Ибрахим пайғамбар ширк күнәсі істеген жоқ қой. Ондай болса, құр сөз болып қалмау керек екен. Енді сол жерде біз айттық, Ибрахим пайғамбар көп кісілерге ортақ кісі. Бірақ оның соққан үйі, баласы екеуі сол жерде қалды. Және Зәмзәм суы қандай тарихы бар. Ол кәдімгі ғылыми түрде зерттеуден өтіп қойған.
Ол жерде жаңағы Исмаил деген жаңағы Ибраһим баласына шыққан су, Хажар анамыздың сол жерде жүгіргені, ол жерде көп деген белгілер Аллах қалдырып қойды. Фи аятун баййинатун деп келеді. Ол жерде анық белгілер бар дейді. Мақаму Ибраһим пайғамбардың таста табанның ізі де қалып кеткен сол жерде. Әлімге дейін сол Ибраһим пайғамбар жаңағы Қабаны құрған кезде, жаңағы тасқа қайта шығып өлшеп отқан кезде сол жерде табанның ізіне дейін Аллах қалдырып қойған. Яғни хақ дін қайда екенін Аллах білу үшін көп қиындық жасаған жоқ. Түсіндіңіздер ме? Хақ дін, ислам дін хақ дініне үшін көптеген дәлелдер бар. Ең үлкен дәлел Құран. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өкісінің өмірге келгені, кеткені бүкіл өмірін оқысаң, қайран қаласың, оның ақиқат екенін көзің жетеді. Ойдан құрылған нәрселер емес. Үшіншісі Қағба, төртіншісі Зәм-Зәм, осы белгілер исламның хақ екенін көрсетеді. Сондықтан бұл басқалардың да, христиандардың да, болмаса яһудидің де қолында қалып кету мүмкіндігі бар еді. Бірақ Аллах Тағала оны мұсылманшылаған кісінің қолына қалдырды. Енді жаңағы сұрағымызға оралайық. Неге хадисте кейін қайтадан эфирден шыққан бір адам, бұты талтақтап келеді, адам келеді да Қағбаны бұзады дейді. Кәдімгі кірпішін отырып бұзады дейді. Мұсылман қайда ол кезде? Неге Аллах одан қорғамады? Абрахадан қорғады ма? Абраха да сонда нетпен келген, кірпішін бұзамын деп. Осыдан үлкен бір түсінік шығады, бауырлар. Ол Қағбаны Аллах Тағала Абрахадан қорғап қалғаны пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның пайғамбарлығының жақындағаны үшін берілгенін түсіндіңіздер ме? Сол үшін қорғап алып қалды. Сол жерден бастап дін тарайтын еді. Ал ақыр заманға қарай Алла сақтасын, мұсылмандар сондай әлсірейді. Оларға Қағбада керек емес те болды. Сол үшін негізі біз мұсылмандарға қатты қорқу керек болатын нәрсе, біз көбінесе ең бірінші неден қорқу керек екенін ұмытып шатастырып аламыз. Біз ойлаймыз, исламның дұшпандары бар, исламға айла ойлап жатыр деп солардан қорқамыз. Ойбай аяқта бүйтіп жатыр деп солардан қорқамыз. Негізі ең бірінші қорқатын нәрсеміз біз өзімізбіз. Түсінесіздер ме? Егер сенің мұсылманшылығың келмейтін болса, сенің иманың түсетін болатын болса, онда сенің Құдайыңда не қадірің қалады? Не қадірің қалады? Сол үшін Құранда келеді, «Құл ма яъбау бикум робби лаула дуаукум» дейді. Сендердің құлшылықтарың болмаса, Құдай сендерді не қылсын дейді. Құлшылық болмаса, сендердің не қадірлерің бар дейді Құдай алдында. Сол үшін де пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның жаңа ертеге кеште жасайтын дұғаларында, жаңа басқа көп дұғасында көп нәрсе біз көретініміз не біледі? Аузу бика мин шарри нафси деп біледі. Алла, мен өзімнің жамандығымнан мені сақтай көрші дейді. Бірінші дұшпан өзімізбіз. Бірінші дұшпан өзімізге өзіміз. Одан кейін барып шәрри шайтан, шайтанның жамандығынан сақта деп айтамыз. Сол үшін әрқашан әрбір мұсылман Құдай алдында ықыласын күшейтіп отырса керек. Егер сен өзің үшін бір пайда келтіргің келетін болса, өзіңнің бала-шағаң үшін, дүниең үшін, ақыретің үшін пайда келтіретін болмаса, Аллах алдында ықыласыңды дұрыстауға тиістісің. Саған келіп кететін жақсылық сенің істеп жатқан ісіңнің көптігі аздығы үшін емес, оның сапасы үшін болады. Сол үшін хадисте келеді, Аллах Тағала сендердің денелеріңе қарамайды, түр-түстеріңе қарамайды, уалайла амуаликум малдарыңа қарамайды, бірақ сендердің нелерің қалайды? Жүректерің менен амалдарыңа қарайды деген. Құранда келеді, илля ман аталлаха биқалбин салим, кім Құдайдың алдында сау жүрекпен болса, сол құтылады. Және құлшылық кімнен қабыл болады? Иннама ятақаббалуллаху минал муттақин, Құдайдан қорыққандардан қабыл болады. Әрбір сәтте Құдай үшін істеп жатқан ықыласында, құлшылығында ықыласын танытуға тырысуымыз керек. Өйткені өмір деген сол нәрсе, фала тағурруннахум хаяtud дуnya ва ла яғурруннахум биллахил ғурур дейді. Дүние тіршілік алдап қоймасын, шайтан сендерді алдап қоймасын дейді. Дүние бізді алғызырып, шайтан да ол азғырып, ертең қатты өкінішке қалдырып қоймау керек. Адамдар байқамай осыған түседі. Ілгерде сіздерге айтқан едім, имам болып жүрген кезімде бір апамыз келді, 5 уақыт намаз оқитын апамыз. Кейін ол апамыз қызымды қияға, ұлымды қияға отырғызғаннан кейін бір айтыр қиналып жүрген, уайымдап жүрген нәрселерім болғаннан кейін Аллахқа бір қатты риза болдым да, екеуміз базарға бардық дейді. Сөйтіп 2 қой сатып алдық дейді. 2 қой, ондағы ниетім дейді, бір қойды Аллахтың алдында бір ризалық ретінде құрбан қылайын Аллах жолында деп, бір қойды сол ниетпен сатып алдым дейді. Кәдімгі өзім көзіммен көріп сатып алдым дейді. Ниет қылып дейді. Екінші қойды, енді жаңағы құдалар келеді ғой.
Қыз жағынан, ұл жағынан соларға жаңағы осы дастарханға бір мал сояйын деп сонда 2 қой сатып алдым дейді. Екеуін алып келдім, бір қора тастадым дейді. Бірдей су, бірдей жем, бір адам қарап жатқан дейді. Бірақ екеуі де жақсы емес, бірақ Құдайға деп арнаған қойым дейді. Таң қалатындай болып семірді дейді. Не еді ғой? Өзім таң қалып қалдым бұндай қойды көріп дейді. Қайран қалдым дейді. Енді Құда қоятын қойы да жаман емес дейді. Енді осы күйде жүрдім, бір күн қарап қоямын дейді. Сондай ойда болдым. Енді менде мынандай сұрақ болып тұр дейді. Балам саған дейді. Енді ана қойды көрсең таң қаласың дейді. Масқара семірді дейді. Енді мен сол анау Құдай тағалағанды береміз ғой. Бірақ ана құдалар айтып жүрсін деп Құдайға деген қойымды Құдама, Құдама деген қойды Құдайға ауыстырсам бола ма дейді. Осылай құриды адамдар, түсіндіңіздер ме? Адамдар осылай құриды. Сол үшін ықыласқа өте ықтият болу керек. Қағбаның әуел баста бұзылмағаны пайғамбарымыз шығатындығы үшін, соңында бұзылатындығы мұсылмандардың қалмағандығы үшін. Ықыласты мұсылмандардың қалмағандығы үшін. Сол үшін біз Құдай алдында қадіріміз Құдай үшін жасалған құлшылықтарымызбенен. Аллах сол үшін ғалымдар айтады, бір адамды көресің, сыртына қараған кезде ол Құдайға өте жақын сияқты көрінеді, бірақ ішкі дүниесімен Құдайдан өте алыс дейді. Ал бір адамды көресің, сыртынан қарасаң Құдайдан алыс сияқты, бірақ ол ішкі дүниесімен Құдайға жақын болады деп келеді екен. Сол үшін бауырлар, әрқайсымыздың айтар, сол Аллахқа иман келтіріп деп жүрміз, кеудемізде иманымыз бар. Біз мысалға қазір үйіңе қонақ келетін болатын болса, қонақтың көз түсетін жерін бәрін тазалап, жуып шайып қоямыз, дұрыс па? Ертең сөз болмасын деп, ренжіп қалмасын деп. Ал Аллах Тағала біздің жүрегімізге әрбір сәтте қонақ қой. Сол үшін жүрегімізді Құдай қандай көргенін қаласаң, сондай көре бер, бере бер, ұсына бер. Сен жүрегіңде қандай ой ойлап жатсың, ол ойды Құдай біліп тұр. Жақсы болса да Құдай біліп тұр, жаман болса да Құдай біліп тұр. Сол үшін көбінесе жүрегіңді қалай ұстасаң, солай ұстауға тырыс. Сен тіпті өмірдің өзінде жақсы көретін адамның алдында абыройың түсіп қалмау үшін, оның саған деген сезімнен ажырап қалмау үшін өзіңді жаман сөз сөйлемейсің, әдеп сақтайсың ғой. Ондай болатын болса, біз Аллахтан артық жақсы көретін неміз бар. Бізге ең бірінші маған керек болып тұрған нәрсе Аллахтың ризашылығы болып тұр, дұрыс па? Мұсылманның әлбетте дозақтан қорқады, бірақ дозақтан да қатты қорқатын нәрсесі бар. Аллах Тағаланы ренжітіп алу, түсінсіздер ма? Аллахты ренжітіп алу. Сол үшін дозаққа түскен кезде ертең бір адамдар болады, дозақта мәңгі қалатын, оларға Аллах Тағала сөйлеспейді де, олар Аллахқа тіл де қата алмай қалады. Алла одан сақтасын. Сол үшін бұл өмірде біздің кеткен кейбір кемшілігімізді кешіріп беретін Аллах Тағаладан әрқашан кешірім сұраймыз. Аллах бізге қайырлы ілім нәсіп етсін. Ертең Аллах Тағала ықыласымыз дұрыс болуын нәсіп етсін дейміз. Алла білмеген күнәларымызды кешірмесін. Осы мұсылман бауырларымыз арасында кімде бір қандай бір қиындыққа ұшырап жүрген болса, Алла қиындығын жеңілдетсін. Ауырған кісілерімізге Аллах Тағала шифа берсін. Қарызға батып жүрген кісілердің қарыздан құтылуын Аллах Тағала жеңілдеткен болсын. Алла біздерге халал кәсіп нәсіп етсін, халал нәсіп нәсіп етсін. Аллах Тағала бәрімізге осы дүние ақиретте пайда беретін ілімдер нәсіп етсін. Аллах үшін ілім іздеп жүрген бауырларымызға сол Құраннан сүннетте болған ілім нәсіп етіп, ертеңшіме де Аллах жолына шақыратын жақсы бір дағуатшылардан, Аллахтың дінін үйрететін жақсы бір ғалымдардан болуын Аллах Тағала оларға нәсіп етсін дейміз. Субханаллахи ва бихамдихи, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.